Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын дәмі ауызда еритін өте ерекше, қазіргі таңда хит болған карамельный сметанник пирогын рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа жарамыз, қант қосамыз және бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Сары майдың майлылығы міндетті түрде 60%-дан жоғары болуы тиіс, сондықтан пирогымыз жақсы болып шығады. Венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып, ұнымызға қопсытқышты қосып, ұнды біртіндеп қоса отыра қамыр илейміз. Қанша мөлшерде қажет екенін төменде описанияда жазып қалдырамын. Осы описанияда көрсетілген мөлшерде жасасаңыздар, бір жасағаннан шығады. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды менде форманың диаметрі 22 см болады. Осылай қолдың көмегімен орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып болған соң, шетіне міндетті түрде осылай қолдың көмегімен бортик жасау қажет. Өте қалың болмау тиіс. Міне видеода көрсетілгенде жұқалау етіп жасап шығамыз. Және бортиктарымыз тегіс болып тұру үшін шанышқының көмегімен осылай тегістеп алсаңыздар болады. Енді ортасына салмасын әзірлейміз. Жұмыртқа, қант және де вареный сгущенка қажет. Вареный сгущенканы яғни сапалысын пайдаланғандарыңыз дұрыс, сонда дәмі ерекше болып шығады. Үшеуін жақсылап араластырып алып, 20%-дық қаймақ қосамыз. Қаймақтың да майлылығы міндетті түрде 20% болуы тиіс. Кейін барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Және кукурузный крахмал дәмі ерекше болу үшін қалауларыңызға қарай ванилин қоссаңыздар болады. Содан соң барлығын араластырып, дайын болған массаны жаңағы қамырымызға құямыз. Барлығын құйып алған соң, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Піскен соң, міндетті түрде 1 сағаттай суыту қажет. Содан соң ұсына берсеңіздер болады. Дәмі де өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.